Қарындасымның қылығы. Сендерді анама айтып берем деп өксігім басалмай жылаған 5 жасар Кәусәрдің дауысын естідім. Аулаға шығып қарасам, жанында 2-ші сыныпта оқитын Шахназар мен Әрсен ойнап жүр екен. Шахназар Кәусәрдің туған ағасы. Жылап отырған бүлдіршіннің жанына барып, басынан сипап жұбатып, «Кәусәржан, саған кім тиісті?» дедім. Сонда Кәусәр ақылықтап әрең сөйлеп: «Аға, Әрсен арқамнан соқты, Шахназар балмұздағымды тартып алды» деді ренжіп. Шахназар: «Әрсен, қыз балаға қол көтеруге ұялмайсыңдар ма? Әрсен, сенің де қарындасың бар емес пе? Оны Шахназар ұрып, жылатса не істер едің? Айналайындар, қызды құрметтеу, ананы құрметтеу. Қыз баласын жөнсіз жылату, ананы жылату. Қыздарға қорған болыңдар. Қыз деген нәзік гүл емес пе?» деп ақылымды айттым. Екеуі кішкентай Кәусәрден кешірім сұрады. Сосын Әрсен: «Аға, таңертең анам түскі асыңа деп 100 теңге берген, соған Кәусарға балмұздақ алып берейін» деп дүкенге жүгірді. «Енді бұзық болмаңдар» дедім де үйге кіріп терезеден қарадым. Әрсен балмұздақ әкеп берді. Ақылды Кәусәр балмұздақты теңдей бөліп ағаларына да берді. Оның әрекетіне сүйсініп ішімнен, қыз деген осындай қамқор болады екен ғой деп ойладым. Елдос Тоқтарбай.